Аннигиляция латын тілінен аударғанда жою, толығымен жойылу дегенді білдіреді. Аннигиляция Алекс Гарлендтің екінші режиссерлік жұмысы. Бұл режиссер Экс Машина деген фантастикалық триллер жанрындағы дебютімен белгілі. Өзінің алғашқы режиссерлік жұмысымен Гарленд қалың көрерменнің және киносыншылардың назарын аударды алды. Экс Машина 2016 жылы визуал эффектілері үшін Оскар алды. Ұсынып отырған жаңа жұмысы да ғылыми фантастика жанрында және бірінші фильмге қарағанда ауқымы кең. Аннигиляцияда жерге құлаған метеориттен кейін болған өзгеріс көрсетіледі. Метеорит құлаған территория әлдебір тылсымның күшімен таңғажайып өзгеріске ұшырай бастайды. Әйелдерден құралған бір топ осы құбылыстың мәнін ашпақ болады. Фильм прокатқа шықпастан қалың көрерменге Netflix сервис арқылы жетті. Өйткені продюсерлер бұл картина кең прокат үшін тым күрделі деп есептеген. Бұқара үшін бұны қабылдау қиын болады, сәйкесінше өз шығынын ақтай алмайды деп күмән танытқан екен. Фильм алғашқы кадрларынан ақ түрлі сұрақ тудыруға себеп болады. Аномалия құбылысты жақыннан көрсеткен сайын бас қатырға эффектісі де күшейе түседі. Оның үстіне басты кейіпкер Линаның флешбектері бәрін шатастырып жібергендей әсер береді. Бұндай тәсілдің де қолданылуы бекерден емес секілді, өйткені көрермен де бағдардан шатаса бастаған кейіпкерлермен бірге аномалия зонаға кіргендей, солармен бірге біртүрлі әлемге тап болғандай әсер етеді. Алайда соңына қарай бәрі өз орнына келіп сюжеттің түсіндіру бөлігіне ауысамыз. Ғылыми фантастика бұл фильм үшін сыртқы қабық қана. Аннигиляцияны тәмсіл, ал басты кейіпкерлерді адам бойында кездесетін түрлі кемшіліктердің метафорасы деп қарастыру қажет. Аномалия орналасқан жерге кіріп, эпицентріне қарай жақындаған сайын, үрейлі тылсым да, қызықты таңғажайып көріністер де жиілей түседі. Бұл көрерменнің ынтазарлығын күшейтіп, әрі қарай не болады деген пендешілік құмарлықты ушықтыра түседі. Бұл тұрғыда адамның бір кемшілігі белгісіз нәрсені ашуға, тыйым салынған нәрсеге әуестікті білдіретін секілді. Иә, белгісізді белгілі ету көп жақсы жаңалыққа алып келуі мүмкін, бірақ кері салдарда болады емес пе? Адам өз құмарын қандыру үшін зардап әкелетін тұстарын елемеуге дайын. Адам бойындағы кемшіліктер мен ақаулар туралы теңеу бұнымен бітпейді. Басты кейіпкерлердің өздері де өзін-өзі құртуға арналған түрлі кемшіліктердің символы іспеттес. Натали Портманның персонажы опасыздықты, Тесса Томпсонның кейіпкері суицидті, Дженнифер Джейсон Лидің кейіпкері жазылмайтын дертті, яғни ракты білдіреді. Әр кейіпкердің бойынан осындай өзін жою белгілерін табуға болады. Кинотуындының айтып өтер тағы бір астары бар. Әңгіме тұтастық туралы. Мысалы, адамды алып қарайық. Біз сырт көзге тұтас денеміз, алайда адам да дүниедегі басқа денелер секілді әртүрлі бөлшектен құралады. Дене мүшелері, органдар мен құрылыстар, одан әрі бөлшектесек, клеткалар мен молекулалар. Молекуланы да түрлі бөлшекке бөлуге болады. Былайша айтқанда, біз бір жағынан тұтаспыз, алайда түрлі бөлшектердің де құрамасымыз. Егер біздің бір бөлшегімізді түрлендірсе, басқа бір бөлшекпен алмастырса, біз сол тұтастығымызды сақтаймыз ба, әлде басқа денеге айналамыз ба? Біздің санамыз бірегей ме, әлде дәл сондай дубликат жасауға бола ма? Егер біздің дәлме-дәл көшірмемізді жасаса, қайсысы түпнұсқа болады? Фильм осындай философиялық сұрақтарға бас қатыруға итермелейді. Аннигиляцияны нашар компьютерлік эффектілері үшін кейіпкерлердің дұрыс ашылмағанын, сәйкес музыка мен сауатты операторлық жұмыстың жоқтығын алға тартып, сынға алғандар болды. Алайда бұл жерде визуалдық детальдар бірінші орында емес, өйткені бұл картинаға блокбастерлік мақсат қойылмаған. Бар қызығы фильмнің астары мен моралі, философиялық сұрақтарында. Алекс Гарленд адам болмысы туралы балама жауаптар іздейді. Сондай-ақ адам жаратылысы мен табиғаты, сана сезімі туралы ойлануға итермелейді. Киносыншылар аннигиляцияны Тарковскийдің жұмыстарымен, Джонатан Глейзердің «Терінің астында», Дени Вильнёвтың «Келу», Стэнли Кубриктің «Ғарыш Одиссеясы» фильмдерімен идеялық тұрғыдан ұқсастығын ерекше атауда. Жанрлық клишелерге толы болғанына, кейбір техникалық кемшіліктеріне қарамастан, аннигиляция ойлантуға қауқары бар, ерекше туынды деп сеніммен айтуға болады. Назар аударғаныңызға рахмет, келесі кездескенше.